Ассалаумағалейкум достар, 8-ші бөлім. Бұл видеода біз аудионы, минусовканы болсын, темпке қою, яғни BPM мен жұмыс істеу, осы видео арқылы көре аласыздар. Жалпы кез келген ән аранжировкасы жазылатын кезде нақты бір темпке қойылып, сол темпке байланысты жазылады. Жай темпте, орташа темп болып, немесе жылдам темпте жазылуы мүмкін. Сол темпті анықтау үшін бізде қазіргі таңда неше түрлі программалар бар. Virtual DJ, ол баяғыдан келе жатқан программа, ол Windows-қа да орнатыла береді, Mac-қа да орнатыла береді. Сонымен қоса Mac-та жұмыс істейтін адамдарда мынандай Mixmaster BPM Analyzer деген программа бар. Осының ішіне аудионы салып жесеңіздер, өз-ақ темпін анықтап береді. Сонымен қоса бізде жасанды интеллекттері бар. Vocal Remover, Moises сияқты. Соның ішіне де аудионы жүктеп жесеңіздер, өз-ақ темпін анықтап береді. Бірақ ол программалар тікелей интернетпен жұмыс істейді. Сондықтан да интернетті қажет етеді. Бізде музыка тактпен есептеледі. Мысалы, Cubase-ті алғаш рет ашқан кезде, бізде Cubase заводской настройкада секундпен есептеліп тұрады. Мына жоғары жаққа қарасақ, бізде секундпен есептеп тұр. 10, 15, 20 секунд, 25 секунд деп есептеп тұр. Бұны бізге тактқа өзгертуіміз қажет. Тактқа өзгерту үшін, мынау мышканың стрелканы сандар жаққа апарып, мышканы оң жағын бассақ, мынандай кішігірім окошко ашылады. Осы окошканың ішіндегі ең бірінші Bars Beats деген тұр. Осы Bars Beats'ті бассақ, енді бізде тактқа өзгертеді. Мінекей 1, 2, 3, 4, 5 деп тактқа өзгерт қойды. Бірінші такт, екінші такт деп. Енді осының ішіне бір аудионы тартып, соның темпін анықтап көрейік. Мінекей біздің аудиомыз импортталды проекттің ішіне. Қазірше бізде темпі әлі анықталған жоқ. Енді бұны біз программамен анықтап көрейік темпін, және бір жасанды интеллектпен анықтап көрейік. Мысалы, Mixmaster BPM-ді ашып көреміз. Сіздер Virtual DJ-леріңіз болса, Virtual DJ-ді ашып көрсеңіздер болады. Енді осының ішіне аудиомызды жүктейміз. Мінекей BPM деген жерде бізде 112-ні көрсетіп тұр. Бірақ кішігірім артық санмен көрсетіп тұр, 0,1-мен көрсетіп тұр. Virtual DJ-де тура солай артығымен көрсету мүмкін, немесе кішігірім кем көп көрсету мүмкін. Жалпы ол қатты маңызды емес, бізге бастапқы саны керек. Енді біз осы аудионы бір жасанды интеллектпен анықтап көрейік. Мысалы, Vocal Remover-мен көрейік. Осындай Vocal Remover деген сайтты ашамыз. Мынау сол жағында бізде определить BPM деген тұр. Осы определить BPM-ді басып, осының ішіне аудионы жүктеп жүреміз. Енді қазір бізге жасанды интеллект өзі есептеп береді. Мінекей, жасанды интеллект бізге 112-ні де көрсетіп тұр. И біздің программамызда 112-ні көрсетіп тұр. Енді осы 112 деген санды біз Cubase-ке енгіземіз. Cubase-ке енгізу үшін жалпы Cubase 5, Cubase 7, Cubase 8-де бізде транспортный панель көрсетіліп тұрмайды рабочий экранда. Оны шақырту үшін біз клавиштағы F2 дегенді бассақ, мынандай транспортный панель ашылады. Ал Cubase 10-нан жоғары транспортный панель астында өзі ылғи көрсетіліп тұрады. Осы жерде бізге темпо деген керек. Жалпы кез келген жаңадан ашқан проектте бізде темпіміз 120 болып тұрады. Бұны өзгерту үшін біз темпо дегенді өшіріп қоямыз да, енді мына жерге жаңағы 112 дегенді жаза аламыз. Мысалы, бір минусовкада 90 болуы мүмкін, 128 болуы мүмкін, 140 болуы мүмкін. Сол санды, анықталған санды осы жерге жаза аласыздар. Мінекей, мысалы 112 деп жаздық. Енді біз аудионың бастапқы жерін табуымыз керек. Мінекей, бізде бастапқы жері именно барабанмен, бочкамен бастап тұр. Осы басталған жерін біз санның тура тұсына апарып қоямыз. Мысалы 10 деп тұр, осыны 10-ның тұсына апарып қоямыз. Тура тұсына қойып аламыз. Одан кейін метрономды қосып, метрономмен тексере аламыз. Метрономды қосу үшін клавишта C деген әріпті бассақ, немесе транспортный панельді клик деп тұр. Осы кликті бас жерсек, енді бізде метроном қосылады. Енді метрономмен тексере аламыз.
Жалпы барлығы дұрыс па екен деп тексеру үшін барлық жерін тексеріп алу керек. Біз көз жеткізуіміз керек барлық жерде темпі бірдей ме екен деген. Соны тексеріп аламыз. Мінекей, аудиомыз бізде 112 BPM-ға тең болып тұр. Жалпы темппен жұмыс істеудің бір жақсы жері, ертең күні мелодайынға дауыс тазалаған кезде ноталардың ұзақтығын жақсылап қоя аласыздар, ревердің ұзақтығын есептей аласыздар, делейдің қалай лақтырып жатқанын есептей аласыздар, пределейді есептей аласыздар, және ревердің өшетіні өзінің бір миллисекундтарын есептей аласыздар. Бұл өте ыңғайлы сондай кезде жұмыс істеген кезде. Сондай достар, бұл өте аса қиын емес. Анықтау жасанды интеллект арқылы анықтасаңыздар да болады, немесе бір программа арқылы есептесеңіздер де болады. Сондай достар, видеоның астына комментарий, лайк қойып қойыңыздар, сұрақтарыңызды жазып қойыңыздар. Жалпы видеолар сіздерге ұнап жатыр ма, ұнап жатқан жоқ па? Кез келген сіздердің лебіздеріңізге мен разымын достар. Қолдап жатқандарыңызға рахмет. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.